Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дәрігерлік кеңес. Тема сегодняшнего урока – врачебный совет. Бүгінгі сабақта жаңа сөздермен танысасың, шақтық мағына білдіретін сөздерді үйренесің, сурет бойынша диалог құрастыруды үйренесің. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Кеңес беру – советовать. Давать совет. Тіс дәрігері – стоматолог. Көз дәрігері – глазной врач. Тексеру – проверить. Біліп ал. Шақтық мағына бұл жерде өткен іс-әрекет ДДТТ жұрнақтары арқылы жасалған. Мысалы, көзім ауырды, құлағым ауырды, дәрігер кеңес берді. Знай, смысл времени. Здесь прошедшее время, прошедшее действие образуется с помощью суффиксов ДД, ТТ. Например, көзім ауырды, заболел глаз. Теперь мен кеңес бердім. В конце «м» – это личное окончание первого лица. Сен кеңес бердің. Получается, мен кеңес бердім обозначает «я советовал» в прошедшем времени. Сен кеңес бердің, ты советовал. Бірінші тапсырма. Оқы, сұраққа жауап бер. Первое задание – прочитай, ответь на вопрос. Здесь вопрос: дәрігер қандай кеңес берді? Врач дал какой совет? Мен бүгін емханаға келдім. Отбасы дәрігері бізді жыл сайын тексереді. Дәрігер менің жүрегімді тыңдады. Дәрумен іш деп кеңес берді. Тіс дәрігері менің тісімді тексерді. Тісіңді таза ұста деді. Көз дәрігері көзімді тексерді. Компьютер алдында ұзақ отырма деді. Менің тісім таза, көзім жақсы көреді. Дәрігер, сенің денсаулығың жақсы, жарайсың деді. Дәрігер қандай кеңес берді? Врач какой дал совет? Первое, правильно, дәрумен іш, пей витамины. Екінші кеңес, второй совет, тісіңді таза ұста. Держи зубы в чистоте. Үшінші кеңес, компьютер алдында ұзақ отырма. Третий совет, не сиди слишком долго перед компьютером. Екінші тапсырма, тыңда, сұраққа жауап бер. Второе задание, послушай, ответь на вопрос. Здесь вопрос, дәрігер не деді? Что сказал врач? Давайте послушаем. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қай жерің ауырады? Ішім ауырады. Дәрі іштің бе? Жоқ. Мен дәрумен берейін. Іш. Рахмет, сау болыңыз. Дәрігер не деді? Что сказал врач? Сәлеметсіз бе? Қай жерің ауырады? Здравствуйте, где у тебя болит? Да? Дәрі іштің бе? Пил лекарства. И третий, мен дәрі-дәрумен берейін, іш. Я дам тебе лекарства, витамины. Іш, пей. Үшінші тапсырма. Суреттерге қара, сөйлемдерді толықтырып жаз. Третье упражнение. Посмотрите на рисунки, дополните предложение. Дополнили? Давайте проверим себя. Менің тамағым ауырады. Менің тісім ауырады. Менің ішім ауырады. Жарайсыңдар. Төртінші тапсырма. Үлгіге қарап, досыңа тілек айт. Четвертое упражнение. Скажи пожелание другу по образцу. Здесь слово «болсын» обозначает «пусть будет». Үлгі, пример. Досым, денің сау болсын. Друг, будь здоров.
Досым, баға 5 болсын. Друг, пусть будет оценка 5. Досым, жақсы көңіл күй болсын. Друг, пусть будет хорошее настроение.